шкафта қонақ келгенде бір сервис бар еді. Соны сындырып алғаным үшін мен өліп таяқ жеген бар ғой. Мен бірақ енді өз жерде мойындаймын, справедливо тоже таяқ жедім. Өйткені сервисті сындыру деген, ты чё? Білмеймін, сол сервиздің не құдіреті бар екен, түсініп тұрсыздар ғой, қандай сервизді айтып тұрғанын. Анау балықшы аузы бүйтіп тұратын. Жан жағында ұсақ балықтар бар. Білмеймін, соны шығарған адамға сұрақ қойғым келді. Не үшін шығарған сол сервизді? Шаң басып тұрады ғой шкафта. Бар ма сондай адамдар үйінде болған? Не өзі бір дұрыста тұрмайды ғой. Равновесие ұстамайтын бірдеңе. Мен оны әдейі шаққан жоқпын. Қолым жай тиіп кеткенге сынды ғой кәдімгідей ше. А ол сервиздің біздің үйдегі статусын білесіздер ме? Біздің үйде бірінші сол сервис. Сосын папам, сосын мамам, одан кейін Ақтөс, Ақтөстен кейін мен болатын. Не үшін тұрады, мен түсінбеймін. Даже бір ішіне бірдеңе құйып ішіп көрмеппіз де. Ішіп көрмеппіз деген қалай кетті. Жалпы просто тұрды, енді мен білмеймін. Но енді өз жерде қайта мен жеңіл құтылып кеттім таяқ жеп. Әйтпесе интернетке өткізіп жүретін бет қайдан білемін.